банк қаржы береді және төмен пайызбен алуға болады. Көп адам неліктен үй ала алмайды? Өйткені несие тарихтары дұрыс емес. 300 мың, 400 мың, 500 мың жалақымен үй алуға болады бір бөлмелі. Жастар түгіл 40-қа келген адамдар өмір бойы ақша жинаған адамдар. Мысалы 10-15 жыл бойы ақшасын үнемдеп, ақшасын жинаған адамдар біздің пәтердің бағасының өсуіне жаңағы артынан ілесе алмай келе жатыр. Сіз үйдің кезегіне тұрған соң бүйтіп күтіп отырады, мемлекет маған үй бере ма деп шын айтамын. Бір Алматының өзінде 50 мыңға жуық адам кезекте тұр. 2% деген былайша айтқанда су тегін ипотекалық бағдарлама ғой. Қаланың орталығында ондай бағаға бір бөлмелі пәтер табудың өзі қиын қазір. Қазір үй салатын бос жер жоқ. Ең тиімді, ең оңай десем болады, 7-20-25 тек алғашқы нарықтан үй алуға арналған. Ішіне подъездіне кірсеңіз, жылағыңыз келеді мысалы үшін, ол кісілер ол үйді сата алмайды. Содан кейін халықтың көбі сол ескі үйлерге қайттан қоныстана бастады. 3 айдан кейін түк болмағандай үйдің бағасы тағы да өседі. Ақтау мен Шымкенттен алу керек. Ақтауда қазір арзан баға. Алматы қаласынан қалай үй алуға болады? Ең тиімді ипотекалық жобалар. Жалпы тұрғын үй бағасы өсе ме, төмендей ме? Бүгін Курсив Медиа подкастында осы туралы әңгімелейміз. Сіздермен бірге Құралай Құдайберген. Ая, Мадина, студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қалай тұрғын үйге ақша жинауды бастау керек? Қанша жастан тұрғын үй алу керек? Соған қанша жастан бастап ойлану керек? Баланың өмірге келген сәтінен бастап депозит ашып ақша жинау керек деп айтам. Әрине басында кейбір адамдарға өзім ақша жинамай жүргенде қалай балам ақша жинайын деген сияқты ой болуы мүмкін. Бірақ енді мен үнемі әлеуметтік желіде өзімде бөлсем, мен ақша жинауға, үй алуға балама депозит ашу арқылы келгенмін. Кез келген адам қандай жалақыда болмасын, мысалы 30 мың теңге көлемінде жалақы алатын бар, 60 мың бар, 100 мың бар, қанша теңге алсаңыздар да ең алдымен міндетті түрде өзіңізге де балаңызға да депозит ашыңыз. Содан кейін сізге қай ақша, былай айтқанда, жалқа емес дейміз ғой, қиын емес, ай сайын салып тұруға депозитке сол ақшаның мөлшерін таңдау керек. Тіпті 1000 теңге деп те, 500 теңге деп те сіз депозитке сала аласыз. Енді, мысалы, сіз 150 мың тапсаңыз, әрине бірден 50 мың салу, 100 мың салу, оның 50% салу қиын болады. Кем дегенде бірінші, қазір ең оңай онлайн дамыған заман ғой, автоплатеж деген нәрсе бар, кез келген жерде барлығыңызға кеңес берем. Сол автоплатеж жүйесін қосып қойсаңыз, өзіңіз сала алмасаңыз, мысалы, ұмыт кететін болсаңыз, ақшаны ұстай беретін болсаңыз, сіз өзіңіздің картаңыздың данныйларын енгізіп қоясыз, депозитті көрсетіп қоясыз. Мысалы, әр айдың 20-сы депозитке түсу керек деп көрсетесіз. Әр айдың 20-сы сіздің ақша тұратын картаңыздан өзіңіздің немесе балаңыздың депозитіне ақша түсіп отырады. Ең бірінші ақша жинау әдебін қалыптастыру керекпіз. Өзіме келетін болса, мен 300 теңгеде, 500 теңгеде, 1000 теңгеде салғам, прям көрсетіп қойсаңыздар болады, мен сізге выпискасын берем. Ең бастысы, мынандай сұрақ болу керек. Енді бұл өте үлкен тақырып. Ең бастысы ақша жинауға қалай келуге болады дедіңіз ғой. Кез келген адам жалақысының ең басында 10%, кейін 20%, 30% деп мөлшерін көбейтіп отыру керек ақша жинағанға. Одан бөлек балаға депозитті неге ашып қою керек? Міндетті түрде. Кейбір адамдар өз атына депозит ашса да баратты шешіп ала береді. Ондай адамдар бар шығар. 10 мың теңге салса, бүгін салдым ба бір нәрсе алатын болса, бітті депозитке салған ақшасын шешіп алу түседі ойына. Ал балаға депозит ашып қойса, баланың ақшасын шешетін кезде міндетті түрде орган опекадан справка алу керек. Қай банктен ашсаңыз да екінші ата-анасының келісімі болу керек. Мысалы, 5 жастағы балаға ашса, кейбір адамдар болады ғой, күйеуі мен ажырасып кетсе де, ол күйеуінің рұқсаты керек, сол баланың ақшасын шешіп алғанға. Содан кейін барып, арнайы органнан рұқсат алып, сөйтіп банкке үшінші жақпен, третий лицо дейміз ғой, сондай куәгер адаммен барып қана ақшасын шеше алады. Балаға өз атыңызға ақша жинай алмасаңыз, балаға ашып қойсаңыз, өте жақсы жағдайда, ой, мен ақшаны шешіп алу үшін күйеуімнен рұқсат алу керекпін, анда бару керекпін, нотариусқа бару керекпін деп, сөйтіп кішкене тоқтау болады. Әйтпесе сол ай сайынғы 10 мың теңге деген жинай берсеңіз, мысалы 10 ай қатарынан жинасаңыз сізде 100 мың болады, 5 жыл қатарынан жинасаңыз кәдімгідей қомақты ақша болады. Кейбір айтады ғой, миллион теңгеге үй алуға келмейді ғой дейді, бірақ дәл қазір миллионың бар ма десең, қалтасында жоқ. Бірақ егер 5 жыл көлемінде, 3 жыл көлемінде жинаса, жинауға болады.
тамшыдан жаңағы не дейді, теңіз құралады ғой, сондай. Алматыдан үй алу үшін алғашқы салым ретінде адамның шотында қанша ақша жатуы керек? Жаңа Мадина ханым айтқандай, 1 миллион, 2 миллион жеткілікті. Алматы жастары бойынша 1 миллион 800 мың теңге болса, пәтер алуға мүмкіндігі бар. Ал сіздерге ең көп сұранысқа ие бағдарламалар қандай? Осы жоба бойынша біз үй алсақ деп едік, жеңілдетілген қандай несиелер бар деп келетін? Бүгінгі таңда отау және наурыз бағдарламасы өте үлкен сұраныста. Өйткені 35 миллион теңгеге дейін алуға болады. Бірақ Алматыда ондай суммаға 35 миллион теңгеге квартира тапшы, өте аз. Тек қана первичка дейді ғой, орысша айтқанда, первичка, жаңа пәтер сатып алуға болады. Жаңа пәтерді ондай бағаға қазір табу қиын Алматы қаласында. Өңірлер үшін одан да төмен, иә? Негізінде Ая дұрыс айтады. Әрине 20 миллионға, 25 миллионға пәтер алуға болады. 18 миллионға да бар кухня студиялар бар, бірақ отау мен наурыз бағдарламалар бойынша енді алғашқы салымы 20%-ын құйғаннан кейін, ай сайынғы адамдар үй алғаннан кейін сонша жыл күтіп, 3 бөлме алсам екен дейді, 2 бөлме алсам екен дейді. Вот 3 бөлмелі пәтер табу және 2 бөлмелі пәтер табу қиын. Оның үстіне сұраныс бойынша, талап бойынша тек қана алғашқы нарықтан пәтер алу керек. Отау наурыз бойынша өңірлерде 30 миллионға дейінгі сомаға алса болады. Өңірлер болғанда Алматы, Астанада 36 миллионға дейін алғашқы нарықтан, қала облыс орталықтарында 30 миллионға дейін тек қана алғашқы нарықтан, ал региондар дейміз, ауыл аймақтарда, мына Алматы облысында ол жақта 30 миллионға дейін. Ол жақтың енді былай айтқанда өте керемет мүмкіндікте, ол жақта қайталама нарықтанда, вторичный рынок дейміз ғой, біреу үйін сатып жатса, мысалы ала салуға болады. 30 миллионға мысалы Алматы қаласының төңірегінен Қаскелен болсын, мына Бесағаш болсын, Асыл Арманнан адамдар тіпті 3 бөлмелі пәтерді алып жатыр. Яғни Алматы агломерациясынан алуға болады, бірақ Алматы қаласының өзінен, яғни алматылық болам дейтіндерге кішкене мүмкіндік шектеулі дегендей ғой. Мүмкіндік шектеулі, және де біздің қаламызда Астанаға қарағанда баға қымбат. Астана қаласында 35-36 миллионға жақсы 3 бөлмелі пәтер табуға болады. Алматыда 35 миллионға 1 бөлмелі пәтер алуға болады. Қаланың орталығында ондай бағаға 1 бөлмелі пәтер табудың өзі қиын қазір. Қаланың орталығында шаршы метрдің бағасы миллион теңге шамасында, иә? Иә, ол бизнес санаттағы үйлер 1 миллион теңге. Ал комфорт санатындағы үйлер 700-800 мың теңгені құрайды. Енді қазаққа сондай комфорт санатындағы, бизнес санатындағы үй бұйырсын. Ал біз қарапайым жастарға келсек, мысалы студенттер үй ала ма, зейнеткерлер үй ала ма, осы туралы айтып бере аласыз ба? Негізі кез келген адамның үй алуға мүмкіндігі бар. Үй болса да үй алуға болады. Екінші, үшінші үй, одан бөлек атында үй жоқтарға байланысты тоқталайық. Ең басты нәрсе сол ғой. Бірінші, көп адамдар өздерін бір ғана бағдарламамен шектейді. Мысалы, естіп алады, отау бар, наурыз бар. Вот мен сонымен қатыстым, өтпей қалдым. Бұл бағдарлама әділетсіз деп шығады. Атыңызда үй жоқ па? Тыңдап отырған, көріп отырған кез келген адамға айтамын. Сіздің атыңызда үй жоқ па? Сіз қараңыз. Бірінші кезекте атында үй жоқ адамдарға қандай бағдарламалармен үй алуға болады? Бірінші, 7-20-25 бағдарламасы алғашқы нарықтан үй алады, және бір ерекшелігі сіздің қайда жұмыс істейтіндігіңізге, пропискаңыздың қайда екендігіне қарамайды. Сіз бір семейдің бір ауылында тұрсаңыз да, бірақ Алматы қаласында жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз атыңызда үй жоқ болса, дәл сол моментте, соңғы 5 жылда деген талап жоқ, 20 миллионға дейінгі ақшаны 7%-бен банктен ала аласыз. Мерзімі 25 жылға дейін ипотеканы. Міндетті түрде 25 жылға алу керек емес. Егер 25 жылға алатын болса, 20 миллионды айына 143 мың теңге төлем шығады. Одан кейін 25 миллион теңгелік үйді алса, 5 миллионның құрылыс компаниясына төлейді, 20 миллионды банк береді. Жалпы ең тиімді, ең оңай десем болады, 7-20-25 тек алғашқы нарықтан үй алуға арналған. 7-20-25 негізінде менің ойымша ең тиімді бағдарлама, өйткені ай сайын 143 мың теңге төлейді. Алматы қаласында егерде пәтерді жалға алса, бір бөлмелі пәтердің құны 280 мың, 300 мың теңгеге дейін барады қала орталығында. Сондықтан мен барлық жастарға айтарым, 7-20-25 бағдарламасын тиімді рәсімдеп алу керек уақытылы. Келесі бағдарлама бұл, мысалы, сіз қандай да бір
санатқа жатсаңыз, категория дейміз ғой, көп балалы отбасы, толық емес отбасы, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасы, асыраушысынан айырылған деген толық емес отбасы, ажырасып кетсе, жаңағындай барлығы толық емес отбасы, мемлекеттік қызметкер болса, жетім болса, бірінші, екінші топтағы мүгедек болса, міне осы жандардың барлығы үйдің кезегіне тұра алады. Кезекке тұру үшін Алматы, Астана, Шымкентте 3 жыл тұрақты тіркеу тұрайды, прописка болу керек. Және басқа региондар үшін прописка маңызды емес. Кімнің қандай санаты бар? Айтам мен, сіздің санатыңыз бар ма, 3 жыл пропискаңыз жоқ па? Онда сіз облысқа болсын тұра беріңіз. Ол бір мүмкіндік. Неге? Қараңыз, Отау Наурызда сіз үйдің кезегінде тұрсаңыз, қай жақта тұрғаныңызға қарамастан, Алматы қаласынан үй алам десеңіз, сіздің несие бойынша мөлшерлемеңіз 7% болады. Қалған азаматтарға 9%. Енді кезекке тұрады, сол азаматтардың барлығы кезекке тұрғаннан кейін ол кісілердің Отауға, Наурызға қатысатын мүмкіндігі бар төмен пайызбен алу үшін. Одан бөлек жасыл ипотека деген бағдарлама бар, отбасы банкте белгілі бір мерзімде ғана болады. Ол да мүмкіндік, үй кезегінде тұрғандар 7%бен жаңағыдай рәсімдей алады. Келесі жылы жаңағы несиенің сомасы өседі, биылға дейін 35 миллионға дейін. Өте жақсы мүмкіндік қой, 20% алғашқы салым. Көпшілік біле бермейді, көбі ойлайды, қымбат қой, пайызы жоғары қой. Одан кейін тағы бір ойымды аяқтаған жоқпын. Үйдің кезегіне тұрғаннан кейін шаңырақ, бақыт отбасы деген сияқты бағдарламалар бар. Ол бұрында көп болатын, қазір ақшаның бөлінуі тоқтап тұрғандықтан әзірге жоқ. Бірақ тағы да болады. Бақыт отбасында 2%бен алады, шаңырақта ол жақта 5%бен алады. Бақыт отбасына, мысалы, жетімдер, көп балалы отбасылар, бірінші, екінші топ мүгедектері, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасылар қатысады. Енді атыңызда үй жоқ па, сіз ең бірінші қарайсыз. Атында үй жоқтарға қай бағдарлама керек? Сол 7-20-25 үйдің кезегіне тұрып қатысу дегендерге өтініш бересіз, немесе 7-20-25пен үй алсаңыз болады, атыңызда үй жоқ болса. Ал атыңызда үй бар болса да, сіз егер мысалы бір адамдар болады, доля қалып кетеді, тағы басқа жағдайлар, сол үшін үйдің кезегіне тұра алмай жүреді. Сондай жағдайда сіз мысалы атыңыздағы ауылдағы үй үшін қаладан үй ала алмай жатсаңыз, анаңыздың біреудің атын аударсаңыз, сіз кеше аударып бастасаңыз, бүгін 7-20-25пен қатыса бересіз. Одан бөлек әйелдерге арналған ұмай ипотекалық бағдарламасы бар. Одан бөлек 20% алғашқы салыммен кез келген банкте стандартты ипотека бар. Пайызы жоғары, бірақ көп адамдар мысалы айтады, мен тек қана отаумен, тек қана шаңырақпен алу керекпін дейді. 5 жыл, 10 жыл очередьте жүреді, салпылдап былай айтқанда, және пәтер жалдап жүреді. Одан да айтам, пайызы жоғары болса да, сіздер стандартты болсын ипотекамен алып алған дұрыс. Одан кейін енді қазір құрылыс компанияларының атын айтуға білмеймін. Мына жерде жалпы құрылыс компанияларында партнерлық, әріптестік ипотекалар бар. 20% алғашқы салыммен, 11%бен, 9%бен ипотека рәсімдейтін мүмкіндіктер бар. Солардың барлығын қолдану керек. Және ол мүмкіндіктерді атында үйі бар да, жоқ та азаматтар қолдана алады. Одан кейін, мысалы, бір толық емес отбасын алайық, мемлекеттік қызметкерді алайық. Үйдің кезегіне тұрады да, 5 жыл болды, 10 жыл болды, үй ала алмай жүрмін дейді. Неге? Себебі сіз үйдің кезегіне тұрған соң бүйтіп күтіп отырады, мемлекет маған үй бере ма деп, шын айтам. Қашан шақырады деп, олай емес. Үй сізге керек па, сіз үйдің артынан қолау керексіз. Өйткені үйге мұқтаж бір Алматының өзінде 50 мыңға жуық адам кезекте тұр. Енді шаңырақ бақыт отбасы деген бағдарлама жариялана қалған жағдайда өтініш береді отбасы банктың сайты арқылы, солардың ішінен кім ертерек кезекке тұрды, сол адамдар бірінші өтеді. Өткен жағдайда жаңағы, мысалы, 100 пәтер берілді дейік, әртүрлі қабаттан пәтерлер орналастырған. Мысалы, 3 бөлмелі пәтерге 2018, 20, 23, 24 жылда тұрған бірнеше азамат өтініш береді. Өтініш бергендердің ішінен кім ертерек тұрды, сол адам бірінші алады. Мысалы, мен 2023-те тұрдым, 2020 алып кетеді, 18 алып кетеді демеу керексіз, қатыса беру керексіз. Мүмкін сізбен бірге бір пәтерге өтініш бергендердің арасында барлығы сізден кейін тұрғандар болып қалуы мүмкін. Бұл енді конкурс деп атында тұр ғой. Былай айтқанда, сізбен үйдің арасында ешқандай делдал жоқ, барлығын онлайн жасап қойған. Енді одан бөлек, түсінікті деп ойлаймын, кім бірінші үйдің кезегінде тұрды, сол адам 10% алғашқы салымын салатта өтсе, жаңағыдан бірінші болса, кезекке тұрған 10% алғашқы салымын салып, 5%бен рәсімдейді шаңырақ бойынша. Бақыт отбасы бойынша жаңағы 4 категория болады, олар 2%бен рәсімдейді.
Енді одан бөлек, енді сіз кезекте тұрып 3 жыл болды, 5 жыл болды алмай жүрсеңіз, сол кісілерге айтамын, сіз тек қана шаңырақты күтпеңіз. Сіз 7-20-25 басқа бағдарламамен үй алып алыңыз, бір бөлме болсын. Қазір осыны естіп жатқан адамдар болса, мен үнемі айтам, кейін маған кері байланысқа шығады, қолданады кейбір адамдар қолданбайды. Мысалы, сіз 7-20-25 үй алдыңыз, сіздің үйде 4 адам. Сіздің алғаныңыз бір бөлмелі пәтер 40 квадрат. Сіз әлеуметтік осал топқа жатасыз, немесе мемлекеттік қызметкерсіз. Сол үйіңіз 40 квадраттың отбасы мүшелеріңіз 4-еу болса, 4-еуіңізге тар болып есептеледі. Сізге положено 60 квадрат. Сөйтіп, расширение. Кеңіту мақсатында арнайы справканы алып, сіз үйдің кезегіне тұрсаңыз болады. Арнайы талап бар, тұрғын үй қатынастар заңы бойынша 45, мысалы 40 квадратта 4 адам тұрып жатса, сіздерге 15 квадраттан кем деген справка болады, көреді, оны санэпидемстанциядан барып алады. Сол жерде сондай талаппен алады кезекке. Яғни мемлекеттік бағдарлама бойынша әр адамның басына 15 шаршы метрден келу керек қой. Келесі сұрақ. Ең жаңағы сіз айтып өткен бағдарламалардың ішінде ең 2% дегенде елең еткізіп отқан бізде ол бақытты отбасы бағдарламасы. Кезінде өте көп сұранысқа ие болды, кейін әлі де өте қажет. Себебі 2% деген біздің мемлекетте инфляция деңгейі 8% шамасында. Ол 2% деген былайша айтқанда су тегін ипотекалық бағдарлама ғой. Әлі де іске қосылу мүмкін ба? Енді қараңыз, ақша бөліну жағын білмеймін. Қашан болады, бірақ мемлекеттік бағдарлама бойынша Алматы қаласында және басқа да қалаларда салынып дайын тұрған үйлер бар. Әлі дайындалу үстінде, басқа региондарда болып жатыр мысалы. Сондықтан болады деп күтілуде әкімдіктің айтуы бойынша, бірақ қашан екенін ешкім білмейді. Сондықтан ол бағдарлама болады, шаңырақтың 5%-бен болатындығы нақты, бірақ бақытты отбасының нақты қашан екенін айта алмаймын. Биылғы жылда жоспар бар деп айтқан болатын. Мысалы, Алматы қаласында жас қанат бойынша пәтерлер бар, салынып жатқан, болып жатқан жаңағы құрылыстары, абаттандыру жұмыстары жүріп жатқан. Одан бөлек біз көбіне мен қайдан білемін, мысалы, жас қанаттыда біз не болады деп қайдан білеміз, біз тендерларға қараймыз. Мысалы, қай жерде мемлекеттік бағдарламамен нелер болады, үйлер салынады деген сияқты ақпараттарды қараймыз. Ол ашық барлығы, сол арқылы білеміз. Себебі болашақта Наурызбай ауданында осындай үлкен мөлшерде мемлекеттік бағдарламамен үй салынады деп тағы да хабарлануда. Сол үшін сол бағдарлама болады деген үмітпен күтіп жүрміз. Алматы үлкен қала болғанмен қазір үй салатын бос жер жоқ. Сондықтан біздің компаниямыз сияқты көп компаниялар реновация бағдарламасы бойынша үй соғады. Яғни ескі тұрғын үй кешендерін бұзып, жаңа үйлер соғады. Ол ескі үйді бұзудың өзі компания үшін үлкен шығын. Сондықтан әрбір шаршы метрдің бағасы сол үшін де қымбаттайды. Менің ұсынысым Отау немесе Наурыз бағдарламасының сумасын 50 миллион теңгеге дейін көтерсе, онда Алматыдан немесе Астанадан жақсы 2 бөлмелі бизнес санаттағы тұрғын үй кешенінен үй алуға біздің қазақстандықтардың мүмкіндігі болатын еді. Егер де құрылыс компаниялары жақсы сапада 36 миллион теңгеге дейін 2 бөлмелі 70-80 шаршы метр үй сататын болса, онда Алматыда, мысалы үшін, 7 жылға берді ма бағдарламаны, Отау Наурыз бағдарламаны, 7 жылда Алматыда барлық жастар жақсы пәтер алуға мүмкіндігі болар еді. Бірақ жастар түгіл 40-қа келген адамдар өмір бойы ақша жинаған адамдар, мысалы 10-15 жыл бойы ақшасын үнемдеп, ақшасын жинаған адамдар біздің пәтердің бағасының өсуіне артынан ілесе алмай келе жатыр. Өйткені биыл 1 шаршы метрдің бағасы 600 мың теңге болса, келесі жылы 650 болады, 670 болады. Тұрғын үй бағасы неден қалыптасады? Қалай баға өседі? Ең бірінші, Алматы қаласы бойынша айтатын болсақ, ең бірінші ол орналасқан жері.
яғни қаланың ортасы тауға жақын Әл-Фараби даңғылының бойында болса, ол жерде басқа баға, қаланың ортасында басқа баға, төмен жақта басқа баға, иә. Енді мен 3 баланың анасы болғандықтан мен қаланың ортасында тұрғанды қалаймын. Өйткені бізде балабақша бар, мектеп бар, балалардың жаңағы қосымша сабақтары бар, иә. Көп уақыт кетірмеу үшін біз қаланың ортасында тұру керекпіз. Ал қаланың ортасында жақсы пәтер сатып алу үшін менің ойымша ол 1 миллион 200 мың теңге шаршы метрдің құны. Иә. Және де яғни бағаға орналасқан жері, инфрақұрылым. Ең бірінші ол орналасқан жері. Одан кейін инфрақұрылым, яғни көліктік қолжетімділік, одан кейін балабақша әрине, одан кейін құрылыс сапасы. Қандай құрылыс материалдарын қолданады, соған байланысты. Осы факторлар бір шаршы метрдің құнын белгілейді. Көп инфляция құрылыс материалдарының басқа жақтан келетіндігіне материалдары бізде долларға байланысты. Өйткені шетелден алып келгендіктен оның бағасы теңгеге емес, долларға шаққанда бізге қымбатырақ. Сондықтан тек қана локация емес, құрылыс материалдары әртүрлі мемлекеттерден келеді. Қытай мемлекетінен келеді, Турциядан келеді. Көп жаңағы терезелерді Италиядан заказ береді, я Ресейден келеді. Сондықтан біз негізінде доллардың курсына да байланыстымыз. Яғни тұрғын үй бағасы шетелден келетін материалдардың бағасына қарай да құбылып тұрады. Әрине. Қанша пайызы осы құрылыста қолданылатын бүгінде материалдардың шетелден әкелінеді? Ол тұрғын үй кешенінің тарапына байланысты. Егер бизнес класс болатын болса, онда 40 немесе 50% құрылыс материалдары шетелден келеді. Ал эконом болса, ол Қазақстан, Ресей, мысалы үшін 30-40% шетелден келеді тоже. Бірақ ол енді жақын мемлекеттерден келеді. Одан кейін қазір салыққа да байланысты. Егерде соңғы өзгерістерге байланысты жаңа салық кодексі қабылданбақшы, бізде сол жерде мынандай бап қосылды, құрылыс компанияларына бұрын салынбаған салық салынады енді. Демек, сол салық халықтың қалтасына тағы жүктеме болайын деп тұр ғой. Сол салынған салықтың пайызы тұрғын үй бағасына әсер етеді. Әрине әсер етеді. Қанша пайыз көтерілуі мүмкін? Оны қазір толық айта алмаймын, келесі жылдан бастап салық кодексі өзгереді. Бір үйге қарайсың, әп-әдемі үй комфорт санатында. Дәл сондай үй бизнес санатында деп аталады. Олардың қай жерінде жаңағыдай астында көлік тұрағы болу керек па, ауласы абаттандырылған ба, несінде айырмашылығы болу керек? Бірінші, жаңа мен айтқандай, ол орналасқан жері. Екінші, қандай құрылыс материалдары қолданылады. Мысалы үшін фасадтан да белгілі болады ғой. Мадина ханым айтыңызшы. Үйдің сыртқы жағы, қалай айтады фасад? Қазақша үйдің сырты қасбет қой негізінен тікелей. Яғни үйдің қасбеті, орысша фасад деп жатамыз ғой, үйдің қасбетінен белгілі болады. Одан кейін қандай лифт, қанша этаждық үй, қанша этажға қанша лифт орналастырылған, және де шумоизоляция, потолоктың биіктігі, бір этажда қанша пәтер. Соның өзі санатына байланысты. Әрине, ауласы қандай, оның бәрі санатына әсер етеді. Енді былай айтқанда, эконом санатындағы үйлерде көлік тұрағы болмайды. Көлік тұрағы болмайды, қасбеттері фиброцементный плита, травертин деген болмайды эконом санатында. Ол декоративті штукатурка болады. Комфорт санатындағы үйлерде, ол жақта фиброцемент болады, бірақ комфорт санатындағы үйлердің несінде, ауласында көлік тұрағы тапшы болады. Бірақ енді аялардың компаниясы, Аяхан, бұл кісілерде комфорт санатында болса да, жерасты көлік тұрағы бар. Негізінде яғни құрылыс компаниясына да байланысты болып тұр ғой. Құрылыс компаниясында байланысты, мысалы комфорт плюстан негізі комфорттың аты комфорт деп тұр ғой, комфорт плюстан бастап жерасты көлік тұрағы болу керек. Міндетті түрде болу керек. Одан кейін осы жерде көрермендерге айтып өтейін, сіздер үй алайын деп жүрсеңіздер, мысалы комфорт, эконом қандай айырмашылығы бар білмей жүрсеңіздер, сіздерге мысалы құрылыс компаниясы бұл комфорт санатындағы үй деп, бірақ ешқандай тұрақ жағдай жасамай жатса, сіз осы жерде айтып өтсеңіз болады, комфорт санатында мынандай талаптар бар ғой, неге жоқ деп, яғни сұрауға болады деген сөз ғой. Талаптарыңызды қойсаңыздар болады деп. Жалпы әсіресе Алматы қаласында брусчатка жағы, комфорт, мысалы
Есіктің алдындағы есіктің алдында брусчатка дейміз ғой, андай тастар төселген. кейбіреу түсінбеуі мүмкін, түрлі түсті кірпіштер деп. Сол жаңбыр жауғанда, енді солайынан түсіндірмесен, жаңбыр жауғанда брусчатка неліктен болу керек? Жаңбыр, бізде Алматы жаңбырлы қала. Жаңбыр жауғанда сынып кету керек. Кейбір комфорт классын үйлерінде, енді осыдан кейін қарайтын боласыздар, тікелей асфальт төсеп тастайды. Трассадағыдай ешқай жерде жаңағы су өтпейді, су сінбейді. Көрдіңіздер ғой, бір кездері қайық сияқты әртүрлі немен. Дренажды системалар. Бір жыл Алматыға жаңбыр жауғанда, кәдімгідей жүзген сияқты болып адамдар жүзгендей болды ғой, бір қайық жасап алып қолдан сондай видеолар тараған интернетте. Сондықтан одан кейін мысалы көп адамдар түсінбей жатады, осы кезде кірісіп кеттім да. Неге газ жоқ, бізге электроплита деген қиын деп. Негізінде СНИП деген нәрсе бар, құрылыс саласында өзінің құрылыс талаптарына байланысты 9 қабаттан жоғары газ болмау керек. Сонда электр жаңағы сол себепті болмайды. Осыны айтқым келіп жүретін. Негізі көпшілік айтады, газ болу керек қой деген сияқты. Жалпы банктерде талап бар ғой, кірпіш үйлер болса 60 жылдан аспау керек салынғанына. Монолиттер 60 жылдан аспау керек. Панельді үйлер 50 жылдан аспау керек. Неліктен? Себебі үй ескіреді. Одан кейін әр банк, сондықтан да мысалы әлі күнге дейін мынандай адамдар бар да, ескі болса да 50-ші жылғы үйде тұрайын деген бар. Ертең үй алатын кезде қарау керек та, ол үйді кейін сата аласыз ба? Одан кейін үй толықтай ескіргеннен кейін бір нәрсесін жөндеу үшін барлығын жөндеу керек болады. Басынан бастап. Сол себепті де бұрынғы қағидаларға қатып қалмау керек. Мысалы, газ жоқ болса да, жаңағымен қаншама мегаполиспіз ғой, қаншама үй газсызда өмір сүріп жатыр, жұмыс істеп жатыр деген сияқты. Реновация дегенді сол үшін Диал құрылыс компаниясы енді жақсы қолданып жатыр ғой, ескі үйлердің бәрін алып тастап. Енді алдында Диалдан үй алған адамдар ескі үйлерін берді, Диал құрылыс компаниясы ремонт жасап, Диал групп ремонт жасап, ішіне кіргізді ғой. Кетіп жатыр негізде. Жоқ, енді бұл жерде былай айтайын деген, сол адамдардың көзқарасы өзгеріп жатыр. Жоқ, мен айтайын деген, адамдардың көзқарасы өзгеріп жатыр. Мысалы, айтады ғой, келісім бермейді басында, ой, құрылыс компаниясы келеді, өзіміздің үйіміз жақсы, жаңа үй, бізге қиын деп. Қазір енді көрді де, жаңа үйдің аты жаңа үй. Материал бұрынғыдан да жақсы қазір үйлерде салыну жағынан. Технология дамыған. Тіпті айтады ғой, стандарттар басқа, железо андай, үйдің қаңқасы да мықты, несі де мықты, жаңағы фасады да мықты, қабырғасы да мықты. Негізі үйдің, ауылдың, жаңағы жердің қандай болғаны маңызды емес, ол үйдің салынуында. Себебі Қытайда қала бар ғой, түгелдей бір судың үстінде орналасқан. Сондықтан жаңағы Үйді соғу стандарты басқа қазір, жаңағы сіз айтып жатқан реновация. Мысалы үшін бізде қалада 2 этаждық, 3 этаждық ескі үйлер бар. Олар құлайын деп тұрған жағдайда қазір. Каркасно камышитовый дома. Олардың жаңағы ішіне подъездіне кірсеңіз, жылағыңыз келеді мысалы үшін, Ол кісілер ол үйді сата алмайды. Оны сату үшін осындай құрылыс компаниялары реновация бағдарламасы бойынша жаңадан үй соғу керек. Сонда жаңағы бұрынғы үйде, ескі үйде тұрып жатқан адамдарға біз жаңа пәтер немесе сатып алып береміз, немесе сол соғылған жаңа үйден 10%-ға шаршы метрін көбейтіп береміз. 40 шаршы метрде өмір сүріп жатқан болса, біз 44 шаршы метрді таза әрлеуде, с новым свежим ремонтом прям кілтін тапсырамыз. Бірақ соның өзіне көнбей жатады, түсінбейді деп ойлайсыз. Көбісі енді үлкен адамдар түсінбейді ғой. Осы үйренген үйде тұрғым келеді деп айтады көп адамдар мысалы үшін, Бірақ егер де 2 жыл бойы осы жерде қалғым келеді, 2 жыл күтем дейтін болса, құрылыс компаниясы 2 жыл жалға пәтер алып беріп, сол ай сайынға ақшасын өзі төлеп тұрады. Осындай да мүмкіндік бар. Әрине. Студенттер үй ала ма? Және қалай үй алудың жолы, лайфхакыңызбен бөлісіңізші? Мысалы, Казгудың 3-ші курс студенті филфакта оқиды. Не істеу керек? Студенттер үй ала алады 18 жастан бастап, егерде стипендия алатын болса. Ең бірінші мынандай нәрсе, парақшамнан көрген болып тұрсың ғой, студенттердің жаңағы үй алып жатқан. Көп жағдайда ата-анасы несие тарихын бұзып тастайды. Содан кейін амал жоқ, біз адам іздейміз. Ақшалар болады, бірақ анаған ала алмайды, мынаған ала алмайды. Сонда студенттің стипендиясын табыс ретінде көрсетіп,
солай студенттің атын алса болады. Бірақ стипендиялар аз болғандықтан оларға сазаемщиктар жанына зайымшылас, гарант десе тез түсінеді, бізде зайымшылас тарту керек болады. Бір адам. Студенттер 18 жастан бастап тек қана отбасы банк арқылы алады, кез келген бағдарламамен. Енді қараңыз, студент ретінде 18 жастан бастап жұмыс жасай алады ғой. Ол жерде отбасы банктың ғана бағдарламасына қатыса алады. Ал 7-20-25-ке 21 жастан бастап қана қатыса алатын болады. Одан кейін, мысалы, көп студенттер жұмыс жасайды. Сол кезде жұмыс істегенде мен айтам, ақшасына қарайсың әрине, ең мүмкіндік болса, мектеп, балабақша, бюджеттік мекемелерге кіріңіздер деп. Тура солай менде ұялған адамдар бар, жаңағы воспитательдің көмекшісі болып, тіпті кір жуатын жерінде, пол жуатын жерінде жүріп те, солай үйдің кезегіне тұрып, студенттер 18 жастан бастап тұра алады. Одан кейін, әрине, енді отбасылық жағдайына байланысты ақшаны міндетті түрде стипендиядан мүмкіндік болса, кем дегенде 10%-ын жинауға тырысу керек. Стипендия қанша қазір 20 мың ба, 25 мың ба, міндетті түрде 10%-дан деп неге айтам? Егер де сіз 20 мың тауып жүргенде оның 10%-ын ай сайын жинай алмасаңыз, 200 мың тапсаңыз да, 2 миллион тапсаңыз да жинай алмайтын боласыз. Әдет қалыптастыру керек. Сіздің қанша теңге табатыныңызға байланысты емес. Қазір адамдар бар, зарплатасы официально 2 миллион, 1,5 миллион, бірақ пәтер жалдап жүреді. А бір адамдар бар, жалақысы 200 мың теңге, 300 мың теңге, бір пәтерді алып қойып, қазір уже екінші пәтер алуға дайындалып жүрген адамдар бар. Сондықтан сол студент балаларыңызды және студент балаларыңызға көрсету керек та, депозит аштың сен атына. Стипендия түсті ма, осы жолы 5 мың сал, келесі ай 5 мың сал, екінші курсында 7 мың сал. Одан кейін қарайды ғой 4-ші курс бітіргенде, мен студент кезде өсіп жинасам осындай стипендиямен, значит 200 мың жалақымен көбірек жинай алам деп, сөйтіп өзіне сенімділік алып келеді. Қаржылық сауаттылық жаңа айтып жатады ғой, бір айфонды алып өзінің несие история несие тарихын құртып алады да, одан кейін ертең пәтер алатын кезде сол бір айфонның кесірінен ала алмай қалады. Сондықтан енді студенттерді үйрету керек. Айфон алғанша пәтерге ақша жина деп. Яғни кішігірім болса да қарыз алатын кезде ертең мен үй ала алмай қалуы мүмкін ғой осыдан. Түрлі тәуекелдер бар ғой деген сияқты алдын ала ойлану керек қой. Қаржылық сауаттылыққа келіп тіреледі әрине бәрі, енді біздің елде соңғы мәліметтерге қарасақ, бұндай қаржылық сауаттылық деңгейі төмен зейнеткерлер де бар екен, яғни 60-70 жаста ипотека алған адамдар бар екен. Яғни зейнетақыны да жаңағындай табыс көзі ретінде көрсетіп алуға бола ма демек? Зейнетақыны, енді бұл жерден түсіну керек та. Зейнетақыны оның балалары дұрыс қолданып отыр деп қарау керек. Кейбір адамдар пенсияны табыс ретінде қарастыруды, табыс ретінде банктың қарастыратын білмейді. Мысалы, мен өзім... Яғни ол мұқтаж емес, бірақ балалары ата-анасын пайдалануы мүмкін. Өте, дұрыс айтасыз. Мысалы, көп жағдайда былай. Мысалы, үйдің кезегіне пенсионерлер де тұра алады. Көпшілік оны білмейді. Енді мына жерде мен үй кезегіне тұрғызатындардың санын өсіріп жүретін сияқтымын. Пенсияға жақындайды ғой. Ол нәрсені мен бұрында айтатын, 2015-2016 жылдарда айтатын, қазір сол адамдар ұялып жатыр. Ата-анаңыз пенсияға жақындауына 5 жыл қалғанда, енді атында үй бар болса, көп жағдайда адамдар аударып тастайды баласына, тағы басқаларға, сөйтіп пенсияға шыққанда үйдің кезегіне тұрады. Пенсионер ретінде үйдің кезегіне тұрған соң, жаңағы отау, шаңырақ, тағы басқалармен үй ала алады. Одан бөлек, үй кезегіне тұрған соң, үйдің тақырыбы көп та, мен айтатын дүниемде көп, қайсын айтам деп ойын таласып отыр. Мына жерде тағы бір нәрсесіме түсіп қыстыра кетейін. Үй кезегіне тұрған соң, мынандай нәрсе бар. Бір күтетін адамдар бар дептік қой. Ол да енді түсінуге болады. Екінің бірінің жағдайы банкпен алуға келмейді, немесе бір адамдардың несие тарихы өздігінен емес, біреуге кредит алып беремін деп бұзып тастаған деген сияқты. Үйдің кезегіне тұрған соң, үй алу банк ипотека бойынша бар, және жаңағы әкімдік тарапынан кәдімгідей кезек келеді. Аренда жилье, аренда с последующим выкупом, без выкупа деген естіген болады. Яғни жалға алу, кейін ол үйді сатып алу мүмкіндігі бар, және сатып алу мүмкіндігі жоқ та жалға алу болады, иә? Мына жерде тақта жоқ екен да, мысалы, үйдің кезегінде тұр адам. Уже мына жер қазір бар ғой, мини-тренинг болып кетеді. Мадина ақылы вебинарлар өткізеді. Бүгін сол ақылы вебинарларда өтетін нәрсенің бәрін тегін айтып отыр ғой, былайша айтқанда. Айтайын дегенім, міне үй кезегі.
үй кезегін екіге бөлеміз. Бір жағы банк арқылы алса болады, екінші жағы өзі кезегін күтіп алса болады. Мемлекет тарапынан. Банк арқылы алуға әркімнің өзінің желаниясына байланысты. Үй керек па, ниетіне, дайындығына, жаңағы отау, шаңырақ, бақыт отбасы деп кете береді. Енді арендный жилье бар, кредитный жилье бар. Жалқау жолы, иә, екінші. Бұл енді жалқау жолы демейміз, әртүрлі, енді білмеймін, мүмкін солай шығар. Бұл енді кредит алғым келмейді, төлегім келмейді, особо мұқтаж емеспін деген адамдар болады оның ішінде, немесе жаңағыдай кредит алғым келмеймін, пайызға қарсымын, неше түрлі адамдар болады. Ол адамдардың кезегі жылжып келеді бәленбай жылда. Мысалы, биыл Алматы қаласында 2000-ға жуық адамға беріледі деді. Осы жақында Алма Сити 4-2 деген Наурызбай ауданында үйден көп адамға берілді жалға. 2011 жылғы тұрғандар, 2016 жылы кезекке тұрғандарды мен кездестірдім. Қанша жылға беріледі жалға? Жалпы 2019 жылдан бастап, майынан бастап сатып алу құқығынсыз деп беріледі. Бірақ биыл заң шықса, ол кісілердің барлығы сатып алады. Берілді 3 жыл, 5 жыл, 3 жыл деп, және пролонгациямен создырып алатын мүмкіндігі бар. Бірақ болашақта болғанда осы 2024 желтоқсанда заң шығады деп айтты, барлығы сатып ала алатын болады, арендамен алғандардың. Ал кім 2019-ға дейін алды, олар с выкупом, өз аттарына жазалады. Яғни сол үйде жалға тұрып, кейін сол үйді өзінің атына рәсімдей алады. Рәсімдей алады. Және тағы тереңіне кетіп қаламыз. Кейбір адамдар сатып алу құқығымен алған, бірақ әлі сатып алмай жүр ғой кейбір адамдар. Себебі не үшін сатып алмайды? Көп ұзақ тұрған сайын белгілі бір баға белгіленеді. Сол кезде әр жыл сайын 2%-ға арзандап отырады үйдің құны. Сол жалға берілген үйдің құны? Иә, егер сатып алатын болса. Ал мынамен шатастырып қалмау керек. Алматы жастары жұмыс істейтін жастарға жалға берілетін бар. Ол сатып алу құқығынсыз. Ол мүлдем заң шықса да аттарына жазып алмайды. Олар босатып беру керек болады. Ол тек қана жастарға 35 жасқа дейінгі берілетін? 3 жылға беріледі. Бірінші 1 жыл деп жасалып жатыр, потом пролонгациямен. Оның өзінің талаптары бар. Оның мақсаты жастардың өздерінің үйіне ақша жинап алса дегендей көмек қой. Ол жерде жаңағы үйге жалға берілетін сома өте кішкентай, иә? 8 мың, 12 мың. Жаңа сатып алу құқығынсыз деп үйдің кезегіне 5-10 жыл тұрғанда, 15 жыл тұрғанда алып жатыр әр категория бойынша. Бірақ мына кейінгі уақытта мемлекеттік қызметкер, бюджеттік мекеменің қызметкерлері ол список бойынша жылжып жатқан жоқ. Тек қана әлеуметтік осал топтар сол кісілерге жаңағы беріліп жатыр аренда. Ол пәтерлерді таза әрлеуде береді ме? Таза әрлеуде кіріп тұра салады. Дайын пәтерлер. Дайын пәтерлер. Жасқанаттан берілді, Алма Ситиден берілді, жақында тағы да Наурызбай ауданы. Соңғы берілген үйлер қай жылғы кезекке тұрғандарға берілді? Әр категория бойынша мен лично кездесіп сұхбат алғандарым өзімнің тікелей және парақшама да шығардым. 2016 жылы тұрған толық емес отбасылар болды арасында. Мүмкіндігі шектеулі жандар болды. 2011-2012 жылы көп балалы аналар болды. Олар өте көп қой, кезекте тұрған адамдар, категориялар. Менің түсінгенім, енді салыстырам ғой, 2016 қалай неполный семья өтіп кетіп, неге 2011 алып жатыр деген. Бір адамның басында бірнеше санат болады. Ол әрі толық емес отбасы, әрі инвалид, әрі көп балалы болуы мүмкін. Ол әкімдігі іріктеп, пәтер санына байланысты өздері бөліп жатыр. Ол жағымен біз кіріспейміз, бірақ түсінгенім солай. Енді мына соңғы Алматыда жер сілкінді, соңғы жағдайлар тұрғын үй саласындағы қаңтарда, иә? Жалпы тұрғын үй қазіргі сапасын көрсетті ғой осының барлығы. Қай компания жақсы салады, қай компания нашар салады. Жалпы кеңес үкіметінде соғылған үйлердің сапасы қандай болған дегендей. Содан кейін халықтың көбі сол ескі үйлерге қайттан қоныстана бастады. Өзім осы салада жұмыс жасағандықтан қатты уайымдадым. Енді не болады жұмысымыз? Енді біздің ана 17-ші этаждағы 17-ші қабаттағы пәтерімізді кім алады деп уайымдадым. Ертесінде сағат 9-да жұмысқа келсем, жұмыста адам толып отыр. Мен уайымдап жүрсем, адамдар жер сілкінді ма, сілкінген жоқ па, адамдар пәтерде алып жатыр. Тек қана жақсы тұрғын үй кешені болса, егерде бағасы, сапасы, салу стандарты өте жақсы болса, онда Алматыда пәтерлер өтеді. Ескі үйлерге көшетін адамдар саны аз, өйткені қазір енді жастардың көзі ашық, бәрін оқып, зерттеп, қарайды. Қазіргі тұрғын үй кешендерінің сапасы да бөлек, салынатын стандарттары бөлек. Үлкен пәтерлер. Бұрынғы кухнялар қандай еді? 6 шаршы метр.
қазір 15 шаршы метр алғысы келеді, мысалы үшін кем дегенде 9-10 шаршы метр. Ешкім 6 шаршы метр. Жайлы өмірге үйрене бастады. Әрине, біздің қазақстандықтар жайлы өмірге үйренді, және де Алматы қаласының тұрғындары біледі. 10 жылда бір рет бізде жер сілкінісі болады, одан кейін 3 айдан кейін оны ұмытып кетеді бәрі. 3 айдан кейін түк болмағандай үйдің бағасы тағы да өседі. Сарапшылық емес, тағы да бір азаматтық көзқарасымды танытқым келіп тұр деп па? Қандай жеріңіз? Былай ғой, мысалы қараңыз, негізінде жер сілкінісінен кейін көп адам шошынып қалды. Бірақ қазір біз жаңа үйлерді алып жатырмыз дейміз ғой бағдарламалармен. Бірақ егер былай сырт көзге қарайтын болсақ, көпшілігі қандай да бір бөлігі амалдың жоқтығынан алып жатыр. Себебі таңдау жоқ. Қалай? Ол кісілердің қолында тұрған жоқ. Ол көңілі қаламаса да беріліп тұрған одобренияға байланысты үйді таңдап жатыр, пәтерді. Көңілі қаламаса да жағдайы жеткеніне байланысты таңдап жатыр. Ондай да кездеседі и бар негізінде. Өйткені ипотекаға жалпы кімдер жүгінеді? Жағдайы 100% төлемге жете бермейтін адамдар жүгіреді. Мысалы, Алматы жастарына 18 миллионға дейінгі соманы банк береді, қалған ақшаны өздері қосып бір пәтер таңдап алу керек. Қазір 18 миллионға толыққанды бір бөлмелі пәтер табу қиын. 25 миллионға да қиын. Және сондықтан да барлық сіз айтқандай әртүрлі нелер кездеседі. Жоқ, бәрі көз жұмып алып жатыр деп те айта алмаймыз. Көз жұмып алып жатыр емес. Негізінде жалпы Алматы тұрғындары үйренген. Мысалы үшін мен өзім Алматыда 25 жыл тұрам. Мен 10 жыл бұрын қандай жер сілкінісі болғаны есімде. 10 жылдан кейін тағы да қайталанып тұр. Алла сақтасын, бірақ жер сілкінісі болсын, басқа да бір жағдайлар болсын, Алматы ең үлкен қала. Алматыда кәсіпкерлер көп. Неге адамдар осы жақтан үй алады? Өйткені кәсібі осы жерде, жұмысы осы жерде. Қаржы орталығы осы Алматы қаласы болғандықтан, мысалы үшін Отау, Наурыз бағдарламасымен пәтер іздейтін болсаңыз, Алматыда жоқ. Астанада өте көп. Бірақ сонда да ешкім Алматыны тастап кетпейді. Алматыны ешкім тастап кетпейді. Өйткені қаржы орталығы осы енді южная столица деп айтады ғой. Оңтүстік Астанамыз. Негізінде жер үй салатын, енді әңгімені шеті шыққан соң қоса кетейін. Мүмкіндіктеріңіз болса. Жер үй салғанға да депсе ипотека алатын мүмкіндіктер бар ғой негізі. Жеріңіз болса, жер үй салғанға алуға болады. Жеріңіз жоқ болса, жер сатып алып, және соған үй салғанға дегенде ипотекалар бар. Яғни бұл жерде ипотека емес, банк қаржы береді ғой, үй салғанға. Ипотека болып саналады, банк қаржы береді, және төмен пайызбен алуға болады. Енді жақсы жаңалықтарға көшейік. Баға өсетінін айттық. Мысалы, бағаның өсуіне байланысты Отау, Наурыз бағдарламалары бойынша енді алдын ала пәтер брондау деген нәрсе шықты кешеден бастап, жаңалық. Ол бір көрсеткіш болып тұр ғой. Біріншіден, қазір Отау, Наурызбен неге пәтер таппайды жатыр адамдар сіздерге келетін. Және выбор дейді ғой, айтады барлығы последний этаж ғана қапты, немесе маған ұнамайтын ликвидный пәтерлердің барлығы, мысалы, тауға қараған, ортаңғы қабат, жаяу шықсам да жеңіл дейтін сияқты ең өтімді пәтерлер жоқ. Алдын ала брондау дегенді қазір Отбасы банктың сайты арқылы Наурыз келесі жылда болады ғой, 2025-те. Соғанға дейін құрылыс компаниясынан пәтер таңдап алуға болатын мүмкіндік шығарды. Бұл жерде біріншіден сіз қалаған пәтеріңіз таңдайсыз, екіншіден бағаны фиксировать етесіз. Мысалы, белгілеп қоясыз. Және ол тура солай айтылуда. Міне, бағаның өсетініне ашық бір көрсеткіш осы нәрсе. Мысалы, қазір шаршы метр 450 болса үйдің, наурызға дейін ол 510-520 әбден мүмкін болуы. Қазір белгілеп алса 450 болады. Жан жақты дайындау және бағаның өсетіндігіне бір көрсеткіш осы нәрсені шығарып қойған. Біз Қазақстанда қанша жыл сайын адам тұрғын үймен қамтылып жатса да, әлі мұқтаж адамдар саны азаяр емес. Жылына бізде шамамен қолданысқа берілетін шаршы метрлер 2% шамасында, биыл көрсеткіш 17 миллион шаршы метрге жетті, өсіп жатыр. Бірақ сонда да мұқтаж адамдар өте көп. Және 2030 жылы халықтың саны тағы миллион жарым адамға өседі. Демек, тағы мұқтаждық бар. Біздің үкімет неге осы қажеттілікті өтей алмай отыр? Негізінде
енді бұл жерде айтайын ба, мемлекет тарапынан мүмкіндіктер бар. Бұл тек қана позитивті көзқарас емес, мендегі көп адамдар өздері қолданбайды мүмкіндіктерді. Мысалы, көп адам неліктен үй ала алмайды? Өйткені несие тарихтары дұрыс емес. Мысалы, 300 мың, 400 мың, 500 мың жалақымен үй алуға болады бір бөлмелі. Тіпті бір алғашқы салымы болмаса да. Ол қалай? 7-20-25 пен үй алу үшін, мысалы, 25 миллион үй тұрса, 5 миллионды да кредитке алса болады алғашқы салым, және ипотеканы да кредитке алса болады. Ал мысалы бір коллективті алсақ, 20 адам болса, барлығының жалақысы 300-400 мың болса, соның 40% несие тарихын бұзып тастаған. Бағдарламалар шығып жатқан, салынып жатқан үйлердің бәрі біз үшін, бірақ адамдар өздері дайындалмайды. Біз не үшін қақылдаймыз, былай айтқанда шырпыр боламыз. Дайындал деп. Мысалы, яғни ипотека алуға адам дайындалу керек. Біріншіден, мүмкіндік бар. Барлық адам өзінің мүмкіндігін, мамандығының, отбасылық жағдайының жалақысының мүмкіндігін үй алуға қолдана бермейді. Осы нәрсе. Әйтпесе, неліктен мысалы отау наурыз бағдарламасымен қайтадан қосымша набор болды осы жолы. Өткенде болып кетті, осы жол тағы болды ғой. 4 күні жауап шығады 4 қазанда. Алдындағы ақша игерілмей қалды. Неге? Себебі негізгі тізімге енгендер төлем қабілеттілігін растай алған жоқ. Ақша берілмей қалды. Яғни төлем қабілетін растай алмау дегеніміз, сол алатын адамның несие тарихы бұзылған, қара тізімге енген. Бұл жерде несие тарихының ішінде соңғы ақпараттар бойынша енді ломбардтардан алған несиесі, жаңағындай жалақыға дейін алған микронесиелері, қарызға алынған жаңағы автоматтардан түрлі ақша барлығы кіреді ғой. Яғни ипотека алу үшін адам ең бірінші несие тарихын реттеуден бастау керек пе? Иә, барлығы тікелей несие тарихы дұрыс болу керек, және төлем қабілеттілігін растай алу керек. Бір адам бетет бізде. Мен енді таза біз практик маманбыз ғой, күніне қанша адам келеді алдымызға. Мен 5 жыл бұрын осы бағдарламаға тапсырып, тағы да доходым жетіп өтпей қалған дейді, доходым жетпей. Сен раз 5 жыл бұрын өтпедің бе? 5 жылдан кейін неге енді қатысып жатсың? 4 жыл бұрын неге қатыспадың? 3 жыл бұрын неге қатыспадың? Және сен себебін білдің ғой, табысың жетпейтіндігін. Үй саған керек. Өзің үшін, сен қосымша жұмыс орналасыз, көпшілігі сөйтіп үй алатындар сөйтіп қосымша жұмыс орналасады, немесе ИП ашып қосымша табыс жасайды, немесе жанына созаемщик іздейді. Просто дайындалу керек, алу керек те дайындалу керек. Үйің жоқ па, алматы жастар маған келе ма, жоқ па қарайсың. Келсе соған дайындаласың. Так, алматы жастарынан өтпей қалған жағдайда 7-25, өтпей қалған жағдайда отау, өтпей қалғанда мына бағдарлама деп, сіз үйіңіз жоқ па, өзіңізге уақыт беріңіз. Осы 1 жылда мынаға қатысам, қатыспасам, келесі 3 жылда мынаған қатысам, 5 жылда осыған қатысам. Ал адамдар келеді, 10 жыл болады, 15 жыл болады, әлі пәтер жалдап жүр, еще баласының саны көбейіп жатыр, бірақ жалақысы өспей жатыр деген сияқты. Мемлекетке ренжулі. Иә, негізі, біздің ол мемлекет барынша мүмкіндіктерді шығарып жатыр, бағдарламалар шығарып жатыр. Жыл сайын бір бағдарлама шығады ғой бізде, 90 сайын десе де болады. Бірақ қолдана бермейміз. Үй алатындардың туысы, үй алғандар қайтадан үй алып, мәрәсәрі үй алмайтындар сол ренжулі жүреді. Тек дайындық керек. 7-20-25 бағдарламасы бойынша әділетсіздіктер көп деп айтып жатыр ғой. Яғни үйді броньдауға 30 секунд уақыт беріледі. Неге бұлай? Енді бұл жерде тағы қатысушы тарапынан зерттелмеген саналады. Ол бірақ банкте болды. Белгілі бір 30 секундта бітіп қалғанда былай ғой, лимит бөлінеді, сол уақытта бәленбай адам өтініш береді. Де өзіне очередь алады, кезек алады. Енді 3 минутта, 2 минутта бітіп қалды, себебі ақшаны әр 90-ға бөліп береді. Сол, мысалы, көлікке де болды ғой, арзан несие деп, сол аралықта сол үшін ерте бітіп қалады. Яғни кімнің интернеті мықты? Кімнің интернеті мықты, кім ерте. Мен мысалы лично өзім каждый раз тапсырғам. Мен оны интернетке де салам. Ашық түрде отырып өтініш береміз. Кім жылдам, кімге смс келеді, солар алады. Енді ол бірақ банкте солай. Тек қана Центр кредит банкте болды. Жаңағы БЦК-ға үлгермедіңіз, Алтын банкке онлайн беріңіз. Ақша сіз кезекке онлайн предодобрение алсаңыз, болды, сіз кезекке тұрасыз. Содан кейін ақшаның бөлінуіне байланысты кезекпен сізді шақырады. 2 айда шақырама, 3 айда шақырама, ол сол банктың бөлінген ақшаға байланысты болады барлығы. Негізінде адал, әділ жолмен алуға болады, адамдар алып жүр. Енді дайындалған адам, зерттеген адам барлығы алады. Тіпті олар енді өз бетінше жұмыс жасай алмаған соң, біз сияқты мамандар біз жұмыс жасаймыз, көмектесеміз. Яғни сіздер ипотеканы алып рәсімдеген жаңағы үйдің кілті қолына тигенге дейін
көмектесесіздер, иә? Сұранысына байланысты. Тек одобрение алып бер, мақұлдама алып бер десе, мақұлдама алып береміз. Кезекке қойып бер десе, кезекке қойып береміз. Үй тауып бер десе, үй тауып береміз. Қызметтеріңіз қолжетімді ма? Қолжетімді болған соң осылай біз 3-ші жылға кете жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы мен жылжымайтын мүлік саласында 10 жыл жүрмін ғой, 7,5 жыл Отбасы банкте істедім. Отбасы банктен кеткен себебім, бір себептер, бұрын тек Отбасы банктің бағдарламасымен шектелуші едік. Қазір біз барлық бағдарламамен нарықта үй алуға болатын қандай бар, барлық мүмкіндіктерді қолданып көмектесеміз. Мысалы біздің көрермендер мұқтаж адам болуы мүмкін, иә? Комментарийға жазып өзінің жағдайын түсіндірсе, соның ішінен бір адамды іріктеп алып, өзіңіздің кеңесіңізді бере аласыз ба тегін? Әрине бере аламын, біреу емес, бесеуіне бере аламын. Біздің осы подкастты көріп, егер сіз нағыз мұқтаж адам көріп отырсаңыз, иә, қанша жыл тұрғын үй кезегінде тұрған, немесе үй алғысы келетін, армандап жүрген, иә, бірақ түрлі банктерге барып талабын түсінбей, әлде қандай да бір жағдайлармен аламай жүрген адамдар, бізге комментарий ретінде жазыңыздар. Мүмкін араларыңызда бірнеше адам болса, іріктеп Мадинаның телефонын беріп сіздерді байланыстырамыз. Ең дұрысы, кешіріңіз құралай, Алматы қаласында болса офлайн келсін. Негізі бір нәрсе айтайын. Онлайн деген нәрсе өте жақсы. Біз не үшін жұмыс жасаймыз? Онлайн банкте бәрі бар, мен айтып жатырмын, басқа мамандар айтып жатыр, құрылыс компаниясы айтып жатыр. Онлайнды дұрыс қолданбағандықтан, дұрыс түсінбегендіктен әлі үй алмай жүр деп қарастыруға болады. Дұрысы, сіздер маған, қазір комментарий көп болып кетеді, мен мұндайды осығанға дейін бірнеше телеарнамен жасап көргем, өте маған ауыр болады. Лучше сіздер жазсын, сіздер редакция маған таңдап 5 адамды берсін, мен өзім Алматыда кездесу жасап, тегін кеңесімді беріп, солай көмектесемін. Қорытындылап өтсек, иә, кішігірім қысқаша өздеріңіздің саммариларыңызды айтсаңыздар, яғни не ұсынасыздар, не істеу керек, көріп отырған көрермендер сіздерден қандай тиімді ақпарат алса болады? 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бағанадан 1 сағаттай айттық қой. Ең бастысы, әр бағдарлама үй алуға мүмкіндік. Мен тек төмен пайызбен аламын, мына бағдарлама тиімді деп, қазір тиімдіні, төмен пайызды үйдің арзандағанын күтетін уақыт емес. Қай бағдарламамен сізге үй алу мүмкіндігі туып тұр, соны пайдаланып үй алып қалыңыз. Әр бағдарлама, әр салынып жатқан көшеде бір кран тұрған, соғылып жатқан үйді көрсеңіз, ол демек мен үшін, біз үшін деп қабылдаңыз. Алғашқы салымды міндетті түрде жинаңыз. Балаңыз болса айтады ғой, 6 жастан жинасаң асады, 7 жастан жинасаң жетеді дейді. Ақша жинауға дағдыланыңыздар. Үй алу оңай жолын білсеңіздер. Біз көмектесеміз. Менің айтқым келетіні, үй алатын кезде сапасына көңіл бөлу керек. Өйткені ол үйді келешекте тиімді сатып жіберу үшін ол үйдің сапасы жақсы болу керек. Орналасқан жері жақсы болу керек. Бизнес көзқараспен қарап жатыр ғой бірден. Иә. Одан кейін Алматыдан алу керек, Астанадан алу керек, Ақтау мен Шымкенттен алу керек. Ақтауда қазір арзан баға, қазір 1 бөлмелі, 2 бөлмелі пәтер алуға болады. Неге? Өйткені Каспийдің бойында, ауасы, экологиясы жақсы. Стамбулға шам десеңіз 1 сағат, Бакуға шам десеңіз 1 сағат Ақтаудан. Яғни Ақтауды бүгінгі таңда ешкім инвестиция ретінде қарастырмайды. Бірақ болашақта Ақтау өте қымбат қалалардың бірі болады деген ойдамын. Және де шырайлы Шымкент, ол жақта жылы, көкөністер көп, азық-түлік арзан, және де пәтер бағасы қазір арзан. Астана мен Алматы ол міндетті түрде. Яғни тек қана бір пәтер алам деп емес, әр қалада жақсы бизнес санатта менің 3 пәтерім болады деген ниетпен ақша жинап, біздің қазақстандықтар байи берсін. Біз ешқашан Ақтаудан, Шымкенттен үй алу туралы алматылықтар ойланып көрген жоқпыз. Біздің арманымыз бағанашыл Әл-Фарабимен шектеліп қалғанда, содан үй алсақ арманның шыңы деген сияқты. Демек, қазақтарда арманның, америкалықтардың арманы бар ғой, сол сияқты қазақтардың да арманы бір Камри, бір үймен шектелмеу керек деген әңгіме ғой бұл. Бизнес санаттағы әр қаладан, Қазақстанның ірі Алматы, Шымкент, Ақтау деген сияқты 4 қаласынан 4 үйіңіз болсын, жаңағындай гаражыңызда Lamborghini бастаған күшті көліктер тұрсын дегендей. Дұрыс сананы кеңейту керек және қаржылық сауатты болу керек. Сіздерге көптен көп рахмет. Құнды пікірлеріңіз үшін, біздің жаңағы әлеуметтік осал топта осы үй алсам деп мұқтаждықпен осы жобаны мүмкін көріп отқан адамдарға тиетін көмектеріңіз үшін
біздің подкастты көріңіздер, пікір жазыңыздар. Құралай жүргізушісі дей берді деп көп сынамаңыздар, сөкпеңіздер. Біз сіздер үшін қашанда пайдалы ақпарат беруге дайынбыз. Және келесі подкастқа мына тақырыпты қозғасаңыздар, немесе осы бойынша кеңес берсеңіздер деп жазып кетсеңіздер, біз міндетті түрде сіздердің мақсаттарыңызды, армандарыңызды, тілектеріңізді орындауға дайынбыз. Сау болыңыздар.